үлкен бір табыс тілеймін. Ертең алғыстар үлкен бір сынаулы дәуірлер тұрыпты оқуға кіру. Сондай арман еткен ниеттеріңізге жетің. Әрбіріңіз ертең Құда қаласа жоғары оқу орнының студенті болу бақытына мияссар болың. Өмірде сүрінбең, алдыңыз хәмеше ақ болсын. Ол жерге барған уақыттан бір тәртіплі өзіңіздің неңізбен бір көзге түсің. Тұлыбай, Әділ, Азада, кешегі Айтбай, Ділбар, сонелі кешегі Ташкентке барған уақыттан соң мектептің ары үшін ең соңғы естіген күресі кешегі несі көрдіңіз бе? Арқан тастарын. Сондай ол жерде барған уақытымызда көріп, сондай республикада 10 мың мектеп бар өзде. Қалған жаңа алдағы алайында болған аттестатларымыз сәлеметсізге оң болып, бізді бір дипломға жалғасып, бақытлы, тақтылы үлкен бір өмірден орын табатындай үлкен інсан болың, сәлеметсізге бақыт тілейміз. Болады. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат мы все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл. Мектепке қатнадық біз бірге, достарым қошласқысы келмей, 9-ны біткерер кезде қошласу кешесін өткеріп, аттестат қолға алғанымызда ұстазларымыз да бізге хайран. Ер жетіп қалғанымызға ұстазларымыз да бізге хайран. Ер жетіп қалғанымызға классластарым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Классластарым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Кешіріңдер болса егер айып, сонда да достарым, жыламай қошласайық. Сонда да достарым, жыламай қошласайық. Классластарым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. 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 Классластарым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым.
Ақылдың есігі ашылған жерім, білімнің бұлағы шашынған жерім, бақыт құшағына шақырған жерім, білімге жол ашқан мектебім менің. Білім жолын әліппеден басылатып, әр жыл сайын түрлі кітап ұсылатып, келешек өмірге қадам таслатып, ақылға жол ашқан мектебім менің. Ассаламу алейкум, әзиз мейманлар, хүрметлі ата-аналар. Ассаламу алейкум, қадірді ұстазлар һәм мектебіміз оқушылары. Міне бүгін районымыздағы барлық ұлыма орта білім беру мектептерінде соңғы қоңырау кешесі үлкен көтеріңкі рухта өткерілмекте. Бұл күн білімге талпынушаң, арзулар қанатындағы оқушы жастар, әдеулі ұстазлар, перзенттерінің камалын көріп, қуанып адырған ата-аналар, жүректері шәукілдескен әзиз оқушылар үшін шын мәнідегі байрам десек жүдә туыры болады. Қараң, ұстазлар һәм оқушылар әр дайымғыдай емес менің нәзерімде. Олардың жүректері қуаныш һәм толқынлауларға толған. Балалықтың ең қуанақ ұмытылмас татлы демлерін, кейде қиыншылық мәуретлерін бірге өткерген кластастар бүгін қанат қағып құс болып ұшу алдында тұр. Енді ортамызға біткеруші оқушыларымызды мұрат етеміз. Мархамат. Мектепке қатынадық біз бірге, достарым қоштасқысы келмей, 9-шы мектеп келер кезде, қоштасу кешесін өткеруге. Артыстан қолға алғанымызда, ұстаздарымыз да бізге хайран. Ел жетіп қалғанымызға, ұстаздарымыз да бізге хайран. Ел жетіп қалғанымызға, класстастарым, сағыныштарым, қоштасқым келмейді менің достарым. Класстастарым, сағыныштарым, қоштасқым келмейді менің достарым. Yüzündeki kuvvanış yaşlar, geçerinde bolsa yer ayır. Sonda da dostlarım, Жылама koşlasayır. Sonda da dostlarım, Жылама koşlasayır. Klaslarım, sağınışlarım, koşlasın gelmeydi benim dostlarım. 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 Klaslarım, Seni arғалы мектептің қадірін сездім. Көзден ұшты бір балалық кезім, өшпес жүрегімде қалдырған ізің, есейттің бірдемде соңғы қоңырау. Енді ұсты қарлығашларға хақ жол тілеу үшін һәм бүгінгі байрам кешемізді алып ашып беру үшін сөз нәубетін мектебіміз директоры Бекнияз Толбай Орынбаевшыға береміз. Ассаламу алейкум, хүрметлі бүгінгі кеше қатынасушылары, ата-аналар, оқушылар һәм ұстаздар. Міне бүгін Өзбекстан байлап үлкен байрам, яғни қош жол адар мектебі арқылы соңғы қоңырау кешесі әмбиелде өткеріліп жатыр. Биыл біздің мектебімізді 66 оқушы келу атында тұтты. Сол оқушыларымызға үлкен бір талмас қанат, ертең бір алдындағы үлкен сынауларда жоғары оқу орындарына өтіп кетуін тілеген алда бүгінгі байрам кешесін ашып беріп жариялаймын.
Сәс жүректер сүйіп тыңлар бәрхама. Дүнияда теңіз жоқ әдуленама. Хавазың жанымда жаңлап бәрхама. Ағла тілек айттың соңғы қоңырау. Және де құттықтаулар үшін сөзді Қандыкөл районы прокуроры Тілеумұратов Мырзамұрат Төремұратовқа береміз. Мархамат. Сіздердің мектеп білімдерін тамамлап, өміріңіздің жауапкершілікте һәм еркін тұрмыс сапасында қадам қойып отырғаныңызбен шын жүректен құттықтаймын. Осы жылы қоңырау кешесі Өзбекстан Республикасы президент тарапынан ілім ең ұлы мақтаныш түрен астында белгіленуі жарияланды. Құрметті ұстаздар, құрметті президентіміздің мектеп бітірушілерін жолдаған құттықтауында сіздердің жаңа идея бастамаларыңыз, қызығушылығыңыз һәм күшіңіз тек қана Өзбекстанды емес, бәлкім бүткіл дүнияны өзгертуі мүмкін. Оның үшін әрқандай жағдайда өз алдыңызға қойған игілікті мақсаттеріңізден артқа шегінбеңіз. Әрбіріңіз ұстаздарыңыз һәм ата-анаңыз қалбіңізге сіңірген қадіретларға hamisha sodiq bo'lib, xalqimizning bebaho merosin yanada boyituga, elimizning ayqin kelishigini ulush qo'shuqqa umidimni deb atab o'tgan edi. Buni ayniqsa atab o'tishimiz kerak. 2024-25 o'quv yilida rayonimizda o'rma bilim beruv maktablarining 11 klass bitiruvchilari arasida o'quvlar ayniqsa yetishganlar uchun 484 o'quvchi tarixchi jumoqlar ham usullarning qatorida 10 bitiruvchi oltin, 7 bitiruvchi gumsh silqanuv jumoqlanib o'quv yili rayonimiz bilimini tarau uchun табысы болсын десек қателеспеген боламын. Сол қатары жақында ғана сол екінші мектеп оқушыларының ватанпарвар әскери спорт жарыстарында Өзбекстан Республикасы көлемінде біріншілікті қолға кіргізгені баршамызды қуандырады. Бұл тек сіздердің емес, ата-аналар, ұстаз оқушылар үшін де қуанышлы наурыз есептеледі. Себебі күйеулі таза арзу үміттермен толған. Сіздер сияқты науқыран, қайратлы жастарымыз мысалында біз үшін
шешуші ахметке ие болған тәлім тәрбие тарауындағы әрекеттеріміздің және бір әмели нәтижесін халқымыз һәм ватанымыз келешегін көріңіз. Оқуда жәмиеттік жұмыстарда өз қатарының алды болып келген бұндай қабілетті оқушылар біздің мақтанышымыз деп сеніммен айта аламын. Барлық күткенушілерге хақ жол берер екенбіз. Баршылық оларды қолдап қуаттап тұрушы бекем күш бар екендігін ескертіп қоймақшымын. Елімізде жастардың әр тарихымен қолдап қуаттау, олардың қабілетін жүзеге шығару барлық имканияттар жаратылған. Әр біріңіз осындай имканияттардың үнемді пайдаланған алда өзіңіз жақсы көрген кәсіптеріңізді иелеп, жәмиетімізде өз орныңызды ие инсан болуыңызды тілеп қаламын. Қадірлі оқушылар, келешегіміз иелері, сіз жаңа-жан әзиз ұл-қыздарымыздан тек қана бір ынтымағым, бір тілегім бар. Ата-аналарыңыз, ұстаз оқытушыларымыз, халқымыздың сіздерден күтіп отырған арзу-үміттерін әмели жұмыстармен жүзеге шығару жолында қарыман, шаршаман, артыңызда сізге жоғары сенім һәм үмітпенен қарап тұрған ата-анаңыз, ұстаздарыңыз һәм ватаныңыздың бар екендігін ешқашан ұмытпаңыз. Оқып, үйреніп, хәмеше іздену, ілім пәнге рауаждану шоққыларын елуге ұмытылып жасау керек. Мен сіздерді және бір мәрте ел жұртымыз мақтанышы, жаңа-жан Өзбекстанымыздың мұнасып президенті, ақиқи инсан болу бақыты несіп етуін тілеймін. Сіздерді соң қоңырау кешесіменен және бір мәрте құттықтаймын. Баршаңызге жаңа табыстар, бақыт үміт тілеймін. Мен сеніммен Құда қаласа ұстап берушілер келешекте өзінің өз жолын тауып, еліміздің игілігі үшін қызмет қылады деп ойлаймын. Енді президент құттықтауын оқып естіру үшін Қанлыкөл районы мектепте шекенгі һәм мектеп үйрендіру бөлімі бас методисті Мамбетниязова Бағда апаға беремін. Ассалаумағалейкум. Бұнан 11 жыл бұрын осы мектеп босағасына жетектеп алып келген кішкене ғана балажандарымыз мұнда жоғары білім менен, тәлім тәрбие менен осы мектеп беру алдында тұрыпты. Мен сіздің балаларымыз мектеп алды, білім алды. Бұл нәтижелер үшін білім берген ұстазларына hamda мектеп жамағат терең minnatdorchilik bildiramiz. Беруші оқушыларымызға болса, қалмас санат, келешегі жарқын болуын тілеп қаламыз. Енді рұқсат берсеңіздер, Өзбекстан Республикасы президентінің берушілерге арналған құттықтауын оқып естірсем. Президенттерім, бәрінен бұрын сіз әзіздерді өміріңізде бүгінгі қуанышлы уақия, мектеп білімлендіруін табысы тамамлап, жетіктілік аттестатын қабыл етіп атырғаныңыз, һәм ғаресіз тұрмысқа қадам қойып атырғаныңызбенен құттықтаймын. Осы қуанышлы аямда мемлекетіміздегі 10 мыңнан астам мектепте мехрибан ұстаз, құрметті ата-аналардың қатысуында қоңыраулар жарылып, 40 мыңнан астам беруші жастарымыздың құрметіне жақсы тілектер білдірілмекте. Әркімізге шын кеуілден қосылған халда үлкен арзу ниеттерменен келешек ережелерін түзіп атырған ұл-қыздарымызға оларды асыруда үлкен күш қайрат, әумет табыстар тілейміз. Азиз беруші жастар, бүгінгі күнде біз өз алдымызға қойып атырған ұлы мақсатлерді әмелге асыруда бүткіл халқымыз қатарында білімлі, өнерлі, іспілермен һәм ватан сүйуші, әр тәріфлеме жетік жастарымызға сүйенеміз. Білімлендірудің барлық болуларында оқу тәрбие жұмысларының сапасын һәм нәтижелілігін атқару, беруші жастарымызға таңлау имканиятларын кеңейтіру үшін жаңадан жаңа система һәм бағдарламалар, электрон платформалар іске қосылмақта. Сіздер осындай шексіз имканиятлардан дұрыс пайдаланып,
жас маусымының ақтыңға тең әрбір минуттың қадірлеп, келешекте отанымыз ғаресіздігін, ел жұртымыз мәртебелерін барлық тарауда сенімді қорғайтын жетік кадрлар, саналы һәм ұлы инсанлар болып, халқымызға шын кеуден қызмет етесіз деп сенемін. Сіздердей өз күшіне сенген сенімді жастардан, қадырдан мектебіңіз, азиз ұстазларыңыз һәм ата-аналарыңыз, бүткіл халқымыз игілігі жұмыста һәм жарқын нәтижелер күтеді. Не жұқары сенімге барқыла мінез нәсіп болып, ұмтылу, іздену һәм жаңалық жарату қашан шаршамаң. Әресіз тұрмысқа қарай дәстүрлі қадамдарыңыз құтты болсын, әзиз ұл-қызларым. Шавкат Мирзиёев, Өзбекстан Республикасы президенті. Және де құттықтаулар үшін сөзді 2024-2025 оқу жылы davomida түрлі таңдауларда түрлі жетістіктерге еріскен бірқатар оқушыларды қошеметтеу үшін сахнамызға мұраjaat етеміз. Спорт жарыстарына белсене қатысқандығы және де үлгілі мінез-құлқы hamda барлық пәлелі айрықша бағаларға өнерсіздігі үшін Қанлыкөл районы мектепте шетен мектеп білімдері бөліміне қарасты 2-ші салы ұлыма орта білім беру мектеп 11-ші А класс оқушысы Көптілеу Тұрдыбайды ата-анасымен ортаға мұраjaat етеміз. Тұрдыбай кешегі болып өткен ватан барлығы спорт жарысында біздің мектебіміздің Лашын командасының сардар есебінде қатынасып, орын алды үлкен бір үлес қосты Тұрдыбай. Сол мазмұндағы құрмет жарлығыменен 2-ші салы мектептің 11-ші класс оқушысы Қалбыратов Замир Тоғанбайұлы сыйланады. Замирдің инсан мүддесінен бұрын жоғары оқу орны студент болуына миясар болды. Яғни Ташкенттегі Вестминстер мектебінің студент болу уақытында миясар болды. Бұған ата-анасын ортаға мұраjaat етеміз. Осы мазмұндағы құрмет жарлығыменен мектебіміздің 11-ші класс оқушысы кешегі болып отырған ватанбарбар спорт жарыстарының турнирде танылу түрі бойынша жеке түрде Өзбекстан біріншілігінде бірінші орынды алған балам Жаңабаев Абай сыйланады. Ата-анасымен мұраjaat етеміз, ата-анасымен. Осы мазмұндағы құрмет жарлығыменен мектебіміздің 11-ші класс оқушысы, бұл да кешегі ватанбарбар спорт жарыстарында қатынасып белсене қатысқан Палуан Айтбайды ата-анасымен бірге ортаға мұраjaat етеміз. Сол мазмұндағы район әкімінің құрмет жарлығыменен 11-ші класс оқушысы Дәрібаева Шахназа сыйланады. Ата-анасымен бірге ортаға мұраjaat етеміз. Осы мазмұндағы құрмет жарлығыменен мектебіміздің 11-ші А класс оқушысы Жаңабаева Ділбар сыйланады. Ата-анасымен ортаға мұраjaat етеміз.
Осы мазмұндағы құрмет жарлығыменен мектебіміздің 11-ші Б класс оқушысы Әуезмұратова Азада ата-анасымен және бұл оқушымыздан кешегі барған ватан-базар спорт жарыстарында мақұл мерген шарты бойынша 1-ші орынды иеледі. Осы мазмұндағы құрмет жарлығыменен мектебіміздің 11-ші класс оқушысы Әшірбаев Әдіс оқынады. Бұл баламыздан қатыра бері 2-ші жылы қатынасып, ватан-базар спорт жарыстарының орын алуда үлкен міндеті бар. Әділдің ата-анасы бар ма? Осы мазмұндағы құрмет жарлығыменен мектебіміздің 11-ші класс оқушысы Ашимов Сұлтанбек ұсынады. Ата-анасымен отан етеміз. Міне қалған оқушыларымыздар әділесі біздің районда, республикада әр тарапынан атын жинауда үлкен бір белсенділік көрсетті ойлаймыз. Біздің уақытымыздың тығыз байланысты оларға да өз алдында мектептелері бар. Сондай балаларымыздың мектебіміздің атынан кішігірім бір арзымас сауғанымыз бар, соны бір қабыл ете алса. Қамайды. Әнді қосып тұрамыз. Болды. Oldu. Дәртлі жүрек жуан арма қиналсақ, күндей күліп көз алдымызда тұрыпсаң, дидарың қияметке қалған достымыз, айналайын ей дос деген атыңнан. Енді 1-ші классқа біздерменен тең қадем қойып, арамыздан ерте кеткен достымыз Аскаров Тимур Байрамбайұлын және де біздерге білім беріп оқытқан Алламұратова Саяра ұстазымызды құрметтеп еске алсақ. Үйретеді санымның, әлемнің сырын, бәршемізге теңдей береді білім, мехрі дария әдулі ұстазым. Ендігі сөз нәбетін ақ қамқараны танытқан, әріп үйреткен 1-ші ұстазларымыз Рахметова Сұлухан ұстазымызды, Қалшанова Зина ұстазымызды, әмде Қаназарова Арзайым ұстазларымызды сахнамызға мұрат етеміз. Құрметлі ұстазлар, құрметлі ата-аналар, қымбатлы қадірдан оқушыларым, міне бүгін сіздер үшін үлкен қуанышлы күн. Ана мектебіміздің босағасын демдемеке 11
уақыт өтіп кеткен, кеше келген дедіңіз, өмірдің уақыттың өтуі. Бүгін сіздер үшін мектеп босағасынан атылап, тұрмыс гүзарына жол алып отырған екенсіз. Қанаты бар, ешқашан ұшқа қанатларыңыз қалмасын. Сол өмірде аңсаған армандарыңызға жетіп, ұстазларыңыздың абыройын бәлінге көтере берің. Үлкен оқу орындарына кіріп кетіп, отанымызға, жәмиетімізге белгілі бір инсан, керекті, қадірлі инсан болып жетілсін. Дайым сол аңсаған армандарыңызға жете берің. Тілектеспіз, сіздер үшін бар болу тілекте отырамыз. Ассаламу алейкум. Бүгінгі байрам кешіміздің қатысушылары, құрметті оқушыларым, ата-аналар һәм мектеп жамағаты. Мектептен қанат-қанат ұшып кету алдында тұрған екен, оқушыларыма келешекте сүрінбес қадем тілеймін. Құдайым жоғары оқу орындарына кіріп, бір еліміздің абыройын көтеретін азамат қыздар болып жеткізгейсіз. Ұстазым деп жастар арқа сүйеген. Алдыңызда ақ басымды иемен, келешектің гүлшәніне гүл еккен, мен мұғалім деген халықты сүйемен. Ендігі нәубетті Базарбаев Құсанның атқаруында ұстазым қосығына мұрат етеміз. Мархамат. Гүлшәніне гүл еккен, мен мұғалім деген халықты сүйемен. Ендігі нәубетті Базарбаев Құсанның атқаруында ұстазым қосығына береміз. Мархамат.
жарақлап ұшырып көрсеткенсің сен маған қайрат берген үшін сен кеудемнен міне дарман сазлар аспанда жарақлап ұшырған құсым нәзіліп ұстазың көрсеткенсің сен маған қайрат берген үшін саған қарап тұр білгенмін іске жарақты тек өзің өсірген мен бір дарақты тәрбие жолында барған ұстаздар жігіттерін алғысап саған қарап тұр білгенмін іске жарақты тек өзің өсірген мен бір дарақты тәрбие жолында барған ұстаздар Мектебімнің алдын гүлдей жайнатып, ұстаздар, оқушы, тұрмын жиналып, тестің бәлен дейді құрды айланып, қуаныш белгісі соңғы қоңырау. Ендігі нәубетті оқушыларымыздың атқаруында қыз-жігіттер ойыны. Жанданаға саз еткен, қайла біліп наз еткен, арын аузымда гүл дария, тоқсанды жаз еткен. Арын аузымда гүл дария, тоқсанды жаз еткен. Ап-ап юққа дола, шаш баулары шашақлы, шашағы толған мұжақлы, құпшақ елі кең құшақлы. Шапақтай бұралған, көргеннен ақлын алған, қаршығадай қиялланған, екі беті гүлжанған. Қаршығадай қиялланған, екі беті гүлжанған. Ұзағына қачола, жақынына ачола, ұлы тойды басласына атшы берсін байраққа. Ұлы тойды басласына атшы берсін байраққа. Ап-ап юқтадуда шашбаулары шашақлы, шашағы толған мұшақлы, құшақ елі кең құшақлы. Гүлдені айтты қыз, ауызғанға тиеммен, жалғыз нашар басымда атмай апқа дүгенмен. Жалғыз нашар басымда атмай апқа дүгенмен. Ап-ап юқтадуда шашбаулары шашақлы, шашағы толған мұшақлы, құшақ елі кең құшақлы. Атың болса бағасың, жанды отқа жағасың, аты озған жігіттері сұлу қызды аласың. Аты озған жігіттері сұлу қызды аласың. Арабай қалмасын, бақшыларым алғашып, күлір-күлір кісінесің, сұлбықларым кісінесің. Ай дегенде аузы бар, күн дегенде көзі бар, тойға келді алты қыз, ақ көйлек назы бар. Басқанда жеп тамаша, едім қане тоймасқа. Сөз нәубетімізді Оралбаева Айзаданың атасы, Таумұрат Замирдің мамасы, Оралбаев Мадиярдың мамасы.
Çağırmasına veremiz. Hürmetli ustalar, ata-analar, bitkilip atkan okuşu ballarımız, kızlarımız. Bugünkü bitkilip atkan mektep bitkilip atkan jastlarga, uçup gidip turgan kardeşlerge bakıt dileymen, hak jol dileymen. Kudayım Allah, uçup bir жақсы жерlerge uçkaysızlar, жоғарғы оқу орындарына кіріп, bir епсеге әділі азаматтар болып жеткейсіздер. Ата-анаңыздың алдында, Құдайым ата-анаңызға ағызды абырая беріп, bir жақсы ұл қыздар болып жеткейсіздер. Оң болсын бүгінгі біткеріп атқан оқуларыңыз, алайдып атқан аттестатларыңыз оң болсын. Құдайым бар уақытта мәс болып, ойнап күліп жүре берін, ата-аналар, ұстаздар, және мәртебе құтты болсын. Мына қыздарыңыздың, балаларыңыздың біткеріп атқан ұстаздарға мың мәртебе рахмет айтамын. Осындай балаларымызды, қыздарымызды жақсылап тәрбиелеп, бүгін мінекей ұшырып атқандарыңызға шын рахмет айтамын, minnettarchilik bildiremen. Құдайым аман болыңыз, сіздердің қыздарыңыздың біткеріп оқуларға кіргізін. Сіздерге де үлкен табыстар тілеймін, ұстаздар. Мінекей құрметлі ата-аналар, құрметлі бүгінгі мінекей екінші мектепте біткеріп атырған жаслар. Не дейміз, балаларымыз емде 11 жыл өтіп, ана мектебінен ұшып кетейін деп атқан екен. Сол қанаттар талмасын. Барлық балаларымыз осы мектептен алған білімдерін көрсетіп, ең жоғары оқу орындарына кіріп, Құдайым солардың жақсы күндерін көрмейміз. Ата-аналар балаларыңызға оң болсын, жасылар біткеріп атырған қанаттарыңыз талмай, сол қай жерге барамыз десеңіз орындарыңыз сіздікі болғай. Бүгінгі мінеке мектеп жамаатіне рахмет айтып, мұғалімдерге рахмет айтамыз. Балаларымызды кішігірім әйтеуір мінекелерін бағалап атырды. Біздер олардан бетер ата-аналар ұстазларды жоғары бағалаймыз ата-аналар атынан. Құдайым рахмет, жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Құдайым осындай перзенттерімізге тәлім тәрбие бергендеріңізге сіздердің арқаңызда рахмет бар. Ассалаумағалейкум, құрметті ата-аналар, бүгінгі біткеруші жастар. Бүгінгі байрам кешіңіз әмбеге құтлы болсын. Біткеріп атырған оқушылар әмбесі өз алдына қойған ниеттеріне жете берсін, қанатлары далмасын. Осы күн кешке тәлім тәрбие берген ұстазларына рахмет. Алдын бізді шарлап қағылар едің, енді күзетіп салдың, соңы қоңырау. Ендігі нәубетті қыздардың атқарында аяқ ойын. Kaşınız karasın, tilimi söyleter ya. Kızınız kerasın, bunçali çok bulmasalar, bunça anar bulmasayız. Bunçali çok bulmasalar, bunça anar bulmasayız. Sinzi dünya, cezmeniniz cezası mı? Bunlar sinzi dünya, cezmeniniz cezası mı? Cemaliniz adası
eken mi bilmedim, yoki nazm fidası mı? Aşık eken mi bilmedim, yoki nazm fidası mı? Dilimni oynatayım, kaşınız karası mı? Kaşınız karası mı? Kaşınız karası mı? Yakın olmagan, osындай той отырарда бұрын соңды болмаған туған елім. Өскен жерім, асқар белім, сенсің әнім менім, сәнім менім. Аллахандай аямаған арманымда өзіңсің, ақ тілегім аямаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәрінімде қуанышым бұл болсын, қазағым
Қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Қара жер қозғалғандай, палуандардай алысқан, қызғалдақтай қыздарғандай көз тартады алыстан. Сол қыздарға оты бар жан, жүрек отын жалғаған, осындай той отырарда бұрын соңды болмаған. Туған елім, өскен жерім, асқар белім, сенсің әнім менің, сәнім менің. Алақандай аямаған арманымда өзіңсің, ақ тілегім аямаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәрімінде қуанышым мың болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Жырлап жатыр ұлылығын барлық аймақ атырап, әнмен бірге тербетілем, күймен бірге толғанам. Осындай той отырарда бұрын соңды болмаған. Туған елім, өскен жерім, асқар белім, сенсің әнім менің, сәнім менің. Алақандай аямаған арманымда өзіңсің, ақ тілегім аямаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәрініңде қуанышым мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын.
Енді құттықтаулар үшін сөзді Бердімұратова Мұхаббат, Камалова Амина, Құлманова Нағима һәм Жұмабаева Рана ұстаздарымызға береміз. Мархамат. Келушілер финал отырмыз. Құдайым ұшып атырған балапаларымыздың қанатлары талмасын, келешекте ертең жоғары оқу орындарына кіріп, ата-анасының, ұстазлардың қала берсе, абырайларын жоғарыларға көке көтергей, мінекей табыстарымызды айтып жатырмыз, жетіскен табыстарымызды. Табыстар һәммеге оң болсын. Мінекей ұшқан қанатлар талмасын. Келешекте жақсы әулет, жақсы кадр болып жетілсін. Соларды тілеп қаламын. Ассаламалейкум, әзиз ұстазлар, қадірлі, қымбатлы ата-аналар һәм оқушылар. Міне бүгін біткеру алдында екенсіз, сіздерге ұзақ өмір, терең денсаулық, келешекте бір белгілі орынларды иелейтұғын сондай жеткеншектер болып жетсін. Құдайым елімізге белгілі, әр біріңіз келешегіңіз алдыңыздан, Құдай қаласа бір елімізге жақсы жігіт қыздар болып оралғайсыз. Алдыңызда Құдайым табыстарыңыз мол болғай. Енді 10-шы класс оқушыларын эстафета тапсыруға шақырамыз. Ассаламалейкум, құрметті ұстазлар, қымбатлы ата-аналар, әзиз біткерушілерім. Бүгінгі өздерінің ана мектебінің білім алып, тәрбие алған оқушыларымыз бүгін өзінің мектебімен қосласу кешесіне жиналған екен. Кешеменен сіздердің һәммеңізді шын жүректен құттықтаймын. Балаларымыз оқуларын табысты тамамлап, бір белгілі кәсіп иелі болуына тілектестік білдіремін. Мінекей мектебіміздің қала берсе районымыздың мақтанышы Дамратов Замир баламыз уақытынан бұрын студент болуға миясар болды. Құдайым қалған балаларға да осындай студентлік болу мүнәсіп ете берсін. Құдайым балаларымыздың ұшқан қанаттары ешқашан талмасын. Байрам һәммеге құтлы болсын. Бүгін қағылады соңғы қоңырау. Тарихта қалдырып атын демлерді оқу жылымыздың соңғы сәнесі, күміс қоңыраудың шатлы кешесі. Ендігі нәубетті біткерушілердің соңғы қоңырауына береміз. Kelme,
Hoşlaşsam gelmeydi benim dostlarım. Kılasaslarım, sarılışlarım. 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 Qimmatli o'quvchilarim, sizlardan bugun maktabning so'nggi parag'ini javob, жаңа өмірдің есігін ашып тұрсыздар. Бұл вақыт тек bilimning емес, достықтың, армандардың, жетік еңбектің белгісі. Алдарыңда сіздерді үлкен мақсаттар,
ұлы ниеттер күтіп тұр. Өмір жолдарыңыз жарқын болсын. Жүректеріңізден үміт пен сенім, қадамдарыңыздан қайрат, ойларыңыздан биік мақсаттар кетпесін. Әрбір күніңіз мәнді, әрбір жетістігіңіз маңызды болсын. Мектептегі әр күнің балдай уақыт. Өздеріңмен мақтанамын таңдай қағып, білім берген шәкіртім мына бүгін ұстазынан өтіп тұрса қандай бақыт. Әрбіріңді ерекше тең көремін, қолдаймын, дем беремін. Ұстаз деген шәкірттің анасы ғой, өз баламдай көргенді жөн көремін. Білім деген бабалар салған із бар. Оқып, ешқашан талмаңыздар. Шамнан шырақ жағып ап, әрқайсыңыз білімнің аспанында самғаңыздар. Оқушыларым, сіздерге ақ жол, сіздерді үлкен махаббатым менен шығарып салам. Және бір мәрте ассаламу алейкум әзиз меймандар, әдеулі ұстазлар, ата-аналар, қадірдан оқушыларым. Міне бүгін 11 жыл тәлім тәрбие алған ана мектеппенен қошласу алдында тұрсыз. Сіздерге тілегім, әрқашан жолыңыз ашық, жүзіңіз жарық болсын. Қанатларыңыз ешқашан талмалсын. Хәмеше жоғарылардан, бәлеңкілерден пәрваз ете бергейсіздер. Хәмеше жолыңыз ашық болсын. Тілегім көп, бірақ айта алмаймын. Ақ жол хәмеңізге. Вақыттың жеткеніме сынап сағынып жетермін елім саған орманын аңсайды көк